Сәлеметсіздер ме? Біз Құдайбергеновтер отбасы. Биыл біздің отасқанымызға 13 жыл, яғни бір мүшел. Осы уақыт ішінде екеуміздің сымбатты да балдай тәтті 3 ұлымыз дүниеге келді. Мені бақытқа бөлеп отыратын, Құдай қосқан қосағым, жан-жарым, айдай керім, айгерім. Талдықорған қаласындағы нөмір 16-шы орта мектеп гимназиясының биология пәні мұғалімі болып жұмыс істейді. Ал мені үнемі үйде еркелетіп отыратын отағасы ер азаматым Айбол. Ол Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясының әртісі және Қанабек Байсейітов атындағы саз колледждің оқытушысы. Үлкен ұлымыздың атын Қанат атасы ырымдап, Батыр атамыз Сағадат Нұрмағамбетовтей болсын деп азан шақырып атын қойды. Тышқан жылы дүние келген. Биыл ол жоғарғы бал жинап білім инновация лицейінде оқып жүр. Айтпақшы, бала дүниеге келгеннен кейін атасы мен әжесі немесе ауыл ақсақалы балаға ат қояды. Ат қоюшы адам баланың құлағына сенің атың деп 3 рет есімін қайталайды. Бұл қазақтың салт дәстүрі. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. Аллах, Денне сауып қойып, ғұмыр жасын ұзақ қылып, Алла тағаланың алдындағы атаған азанымызды қойған атымызды қабыл етіп, періштемізді аман сауып, ғұмыр жасын ұзақ қылып, үлкен азамат болуына нәсіп етсін. Азамат болсын деп. Қолыңыз. Бисмилlah. Азамат. Сенің атың азамат. Сенің атың азамат. Сенің атың азамат. Әкеңнің аты Айбол. Әкеңнің аты Айбол. Анаңның аты Айгерім. Анаңның аты Айгерім. Анаңның аты Айгерім. Сенің атың азамат. Әкеңнің аты Айбол. Анаңның аты Айгерім. Я Аллах, қабыл қылсын еді. Ден саулық болып, бәрі жақсы болып, ғұмыр жасы ұзақ болып, әке-шешесіне жемісін. Азамат деген атына сай болсын. Күштеп қойды енді атын. Осылай кеше ғана бесікте бөленіп жатқан інім менің азаматым бүгін міне әкемізден домбыра үйреніп менімен шахмат ойнап жарысып жүр. Анамның жұмыс істейтін мектебінде 3-ші сыныпта оқиды. Оқу озаты. Ал менің атымнан үлескен бауырымның аты Саламат. Ол кенже болғандықтан ерке, бірақ ақылы көп. Мына балабақшаға барады.
ол аналар ғой ардақты. А деген ол әкелер ғой салмақты. Б деген ол балалар ғой әдемі. Біздің үйде үшеуде кәдеді. Дей келе, біздің ұранымыз берекелі шаңырақ, берекелі отбасы.